Бұл клуб тек футбол ойнамайды, бұл клуб футбол тарихын жазады. Реал Мадрид тек Испанияның емес, бүкіл әлем футболының бренді. 14 мәрте чемпиондар лигасын жеңіп, әлемдегі топ ойыншылардың арманына айналған жалғыз клуб. Бірақ сұрақ, бұл жетістіктер кездейсоқ па, әлде жүйенің нәтижесі ме? Бүгін біз Реал Мадридтің әйгілі империяға қалай айналғанын, оның тактикалық, қаржылық және стратегиялық құпияларын терең талдап шығамыз. 1902 жылы құрылған Реал Мадрид бастапқыда жай футбол клубы емес, Испанияның ұлттық мақтанышы болуды мақсат етті. Патша Альфонс 13-ші клубқа Реал, яғни корольдік атауын беріп, оның мәртебесін өзгертті. Бұл атау клубтың алғашқы философиясын анықтады. Жеңу міндет емес, мәртебе. Дәл осы кезеңде клуб менталитетінің негізі қаланды. Барлық жарыста бірінші нөмірлі болу. 1950 жылдар Реал Мадридтің әлемдік аренадағы алғашқы жарылысы. Аргентинадан келген Альфредо де Стефано клубтың тарихын мүлде жаңа деңгейге көтерді. Оның келуімен клуб тек Испанияда ғана емес, Еуропада басым күшке айналды. 2000 жылы президенттік сайлауда Флорентино Перес мүлде жаңа идея ұсынды. Реал Мадрид тек футбол клубы емес, әлемдік бренд болуы керек. Оның жоспары әлемдегі ең танымал жұлдыздарды қатарға қосу арқылы клубтың коммерциялық табысын бірнеше есе арттыру. Бұл стратегияның мақсаты тек матч жеңу емес, футболдан тыс табыс көздерінің есебінен клубты қаржылай тәуелсіз ету. Яғни Реал Мадрид нарықты да, алаңды да бірдей билейді. Галактикос жобасы Реалды әлемде ең танымал клубқа айналдырды. Бірақ артық брендке сүйену тактикалық тұрақсыздыққа алып келді. Бұл қателіктер кейінгі жаңа буын командасын құруда үлкен сабақ болды. «2010 жылы Флорентино Перес өз саясатын түбегейлі өзгертті. Екінші революция басталды. Бұл жолы жұлдыз жинау емес, тұрақты жүйе құру мақсаты қойылды. Жүйенің негізгі баланс, менталитет және үздіксіз даму. Моуриньоның негізгі миссиясы жеңіске апаратын жүйелік фундамент құру болды. Ол чемпиондар лигасын жеңбесе де, Зидан дәуірінің іргетасын қалап кетті. Моуриньо келіп, психологиялық революция жасады. Барселонаның тики-така үстіңдігіне қарсы прессинг пен жылдам шабуыл модель енгізді. Команданың ішкі бәсекелестік рухын күшейтті. Осы кезеңде Модрич, Ди Мария, Варан, Карвахаль, Иско сынды ойыншылар алдында болашақ жұлдыздар жүйеге сай таңдалды. Келесі кезекте Реал Мадридтің Чемпиондар лигасында ең тарихи кезеңі басталады. Тарихта болмаған 3 рет қатарынан жеңіс, бұл қалай мүмкін болды? 2016 жылы Зинедин Зидан команданың бас бапкері болып келді. Көпшілік оны тәжірибесі жоқ деп сынады. Бірақ Зидан Реалды тек жеңіске жетелемей, клуб тарихындағы ең доминантты кезеңді бастады. 3 жыл қатарынан Чемпиондар лигасын ұту бұл футбол тарихындағы ең үлкен жетістік. Зиданның тактикалық ерекшеліктері 4-3-3 жүйесін 4-4-2 ром тактикасымен үйлестірді. Орталық алаңдағы Модрич, Кросс, Казимиро триосы футбол тарихындағы ең үйлесімді үштік деп саналды. Шабуылда еркіндік, қорғаныста тәртіп. Рамос пен Роналду психологиялық көшбасшылар, шешусіз сәттерде бапкердің идеясын ойынға айналдыратын негізгі тұлғалар болды. 2016-2018 жыл аралығында Реал Мадрид Чемпиондар лигасында 39 матчтың 31-ін жеңді. Криштиану Роналду осы кезеңде 44 гол соқты. Орташа гол соғу көрсеткіші 2-3 гол матч. Зиданның басты құпиясы тактикадан бұрын менталитетті басқару. Ол жұлдыздарға еркіндік беріп, алайда ең маңызды сәттерде темірдей тәртіп қолданды. Бұл жүйе Реалды тоқтатылмас күшке айналдырды. Егер біз осы дәуірдің жүрегі кім деп сұрасақ, сөзсіз Криштиану Роналду. Ол тек гол соққан машина емес, ол клубтың ДНК-на айналған менталитет көшбасшы.
Марсело мен Карвахаль флангтан пас бергенде, Роналду штрафтық аймақтан ең қауіпті нүктелерін алдын ала болжап, бос кеңістікті кіретін. Реалда ойнау стилі оның жеке қабілетіне 100% сәйкес келетіндей құрылған. Роналду Реал Мадрид құрамында 438 матч өткізіп 450 гол соқты. 4 мәрте алтын доп ұтып, клубты әлемдік деңгейге шығарды. 2014 жылы клуб FIFA тарапынан ғасыр клубы атанды. Криштиану Роналдудың Реалдан кетуі тек бір ойыншының кетуі емес еді. Бұл бір дәуірдің аяқталуы болды. Бірақ бұл Реал Мадридтің құлдырауын білдірмеді. Керісінше жаңа дәуірдің басталуына жол ашты. 2020 жылдан бастап Реал Мадрид жаңа кезеңге өтті. Клуб қартаюда, тұрған жұлдыздарды біртіндеп жіберіп, олардың орнына болашақ алтын доп иегерлерін жинай бастады. Командаға Карло Анчелотти келіп, ортаңғы алаңды бокс мидфилд үлгісімен толық бақылау жүйесіне көшті. Винисиус, Родриго, Беллингем, Мбаппе сияқты жылдамдық пен техникаға негізделген жаңа стильді қолдады. Реал Мадрид клубының қаржылық моделі сырттан инвестор таппайды, барлық табысты өзі жасайды. 2024 жыл клубтың табысы 831 миллион долларға жетті. Әлемдегі ең бай футбол клубы. Бұл Реалдың ең мықты құпиясы. Олардың жетістігі бір ойыншыға емес, тұтас жүйеге негізделген. Олар әрбір дәуір аяқталған сайын жаңа дәуірді алдын ала дайындап қояды. Егер сізге осы видео арқылы Реал Мадридтің құдіретін сезінсеңіз, бұл бастамасы ғана алда. Біз клубтың ішкі саясатын, жас ойыншылар академиясын, ойын тактикасын тереңірек талдайтын боламыз. Сондықтан арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіздің пікіріңіз келесі видеоларға тақырыбын анықтайды. Most wants to win. It is an upset.